Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мінекей бүгін бір муравей көң қанша квадратқа жететінін білетін боламыз. Қазір осы жерге төгіп, сосын мен не істеймін, мына жаққа лопаткалармен салып, метрмен өлшейтін боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қызықтың бәрі алда. Метрді нөлге қойдық. 2 метр 80 сантиметр. Ені ровно 1 метр болып тұр. Жалпы бір муравей көң 2,8 квадратқа жетті. Жалпы бұл көңді мен не үшін түсіріп жатырмын? Мынау қазір ауа райы салқындап жатыр, я. Сондықтан бізге шуалшандарға қыста жылу беру мақсатында осы көңді түсірдім. Мына қойдың көңі екен, қыста жақсы жылу береді деп жатыр. Жалпы пайдаланып жүрген адамдар, фермерлер. Осы көңді мынау дәл борттың ортасынан осылай үймешек жасадым. Және үстін не істеймін? Сабанмен жауып шығамын. Жалпы молда білгенін оқиды дейді. Негізі мына бортты, қыстың борттары осындай, бір шеті осылай жоғары келу керек. Біздің өңірде ауа райы қыста айтарлықтай салқын болмайды. Қар сол февральда, январдың соңдарына бірақ жауады бізде. Сондықтан біз бортты жаңағыдай өте үлкен жасамаймыз. Мен осылай үймешек жасадым, және не істеймін, сабанмен жақсылап жауып шықсам, соның өзі жақсы болады деген ойдамын. Егер күн қатты салқындап тағы неғып бара жататын болса, мен не істеймін, қайтадан көң түсіріп, жаңағыдай үстіне осылай қалыңдатып төсей саламын. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Ұнаған болса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, YouTube арнамызға тіркеліп өтіңіздер. Сау саламат болыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.